Эфирде заман бүгін февральның 12-сі студияда сілерінімен Шевкет Аматулаев. Селямлайым. Қырым Русияге қанунсыз қошылды ярмада халқара қанунларына көре Украинаға айет. Бұны кефенің ишғалжілер махкемесінде сепаратизмде қабатланған аққорчалайжы Сулейман Кадыров кечірілген сорғыда айтты. Кадыров шығарылған қабатыны танымағанны білдірді. Бұне берабер бүгінгі махкеме топлашуында экспертлер сорғыға чекілді. На следующее заседание, которое у нас назначено на 28 число, мы уже перейдем к прениям, где мы уже окончательно подведем итоги того, что происходило в суде, и тех доказательств, которые были представлены. В прениях мы выступим, и Сулейман Ага выступит, и с последним словом, и так далее, и уже будем, значит, ожидать приговора. Действительно, самое главное, то, что у нас, крымских татар, именно в беде все объединяются. Вот посмотрите, сколько идут политических процессов. Это объединяет в экстремизме, терроризме. Самое главное для человека, который защищает свои права, свою свободу, права, свободу своего народа, их моральная поддержка, это очень много значит. Поэтому огромная благодарность всем, кто сегодня пришел к нам на суд. Кефи регионал межлесінің азасы Фейсбукта Қырым Украина деп язған екен. Ишғалжілер бұны Русия топырақ бұтынлығыны бозмаға чағыров көбатаны. 2016 сенесі октябрь айында Сулейман Кадыровның evінде тентув кешірілді. Sonra ise оңа қарышы жинай дава башлатылды. Сулейман Кадыров ишғалынан бірінші күнден башлап ақ қорчалайжы фалиетінен оғыраша ойшғалжілер тақып еткен инсанларына имайы еткен еді. Қырымнан юқары Рус махкемесі бірікшілік наразылықларының екі іштіракшысы берген шекет аризасыны рет етті. Шынды да бір шекет бақылмақта. Январь айының сонундан берлі ишғалжілер махкемесі бірікшілік наразылықлар давасында шекет аризаларыны бақмақта оларының эксериеті рет етілі. Екі қырымлының пара жезасы 15 000 рубледен 10 000 рублеге қадар эксілтілген еді. Кечкен сені октябрның 14-інде 100-ден зияде Қырым татары бірікшілік наразылыққа шықты. Русия бұны ясақ етмей, ләкин ишғалжілер бұны қанунсыз митинг oldu dey. 80'den ziyade insan para cezasını aldı. Jüremelerinin umumi miqdarı 1 milyon rublege yetti. Алуста жеварында юқары шума койынды Ялталы Хизбут Тахрир давасынан 6 мабусыне бағышланған дуа кешірілді. Муслим Алиев, Эмир Хусейн Куку, Энвер Бекиров ve Вадим Сирук 2 ел евелісі февралінің 11-інде тұтылған еді. Апрель айында есе да екі Қырым татары Рифат Алимов и Арсен Джипаров апске алынды. Алтысынында Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тешкілятында иштирак етмесінде. Қабатлайлар оларны аман-аман 2 ел Ақмежет сезосында тұттылар. Кешкен сененің сонында Ростовқа кетіріп, анда махкеметі башладылар. Невбетеки махкеме топлашуы февралінің 14-інде өткерілежек. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Этих ребят, наверное, все здесь знали только как тех, которые беспокоили, заботились о своем народе. Я никак не могу согласиться с тем, что в чем их обвиняют, понимаете? И теперь я смотрю, подрастают мои внуки. Когда-нибудь разве забудут о том они, в какой день им пришли, и вот этот весь ужас они пережили. Ақмежетте Украина ватандашы яқаланды. ФСБ оны жасуслықта қабатлай тұтылған кішінің ады Константин Давыденко. Еркек кіші Девлет сыңыры сыр олған малюматыны топлап Украина мақсус қызметлеріне береді деп айтылы. Ишғалжілер юлбашысы Сергей Аксенов террористлер ярмадада Русия президентінің сайлауларыны бозмаға істей деді. Ишғалжілер сайлав бөліклерінен берабер бұтын Қырымда ве мемори сыңырларда қарауылыны құветлештірмек қарар берді.
Рух новых сил фирқасынан лидер Михаил Саакашвилини Полонияға сүргін етелер. Оны бүгін Киев мерkezінде сыңыр қызметінің хадимлері яқалады. Оны арабаға отбырты Борисполь авалиманы тарафына алып кеткенлер. Сыңыр қызметінде білдіргенлеріне көре, оны келген девлетке йоллай жақ екенлер. Матбуат васалары білдіргеніне көре, Саакашвилини девлет миграцион қызметінің талабы или яқалағанлар кешкен сене президент Петро Порошенко оның Украин ватандашлығыны ләғу етті. Февральның 5-інде есе махкеме Саакашвилиге қачақ статусы берілмесіні қануни оларақ таныған еді. Анаясаға деңішмелер хан сарайының yok етілмесі ве ярмаданын тамыр халқына қаршы басқы. Дүния Қырым-Татар конгресі 11-ші кере бұл сефер Киевте топлашты ве мұғберміз Эльвина Сейдбулаева анда олып левқа hazırladı. Техники себеплерінің яйынымызны шымды екінленмеген бенжбормыз ве бұл саатқа азыр олған соңки хаберіміз әді эфирімізні шымды ақшам программасы девам ете. Мен сесілерінен невбетеке яйынымызға қадар салықлашам көрішкенже.